бассейн өте күшті. Біз бұл ашылғалы бері келеміз барлық отбасымызбен. Біз осы паркте ойнаймыз, қыдырамыз. Бұл парк негізі өте керемет. Енді менің көзімше Қазалы өте керемет. Үлкен өзгерістер болып жатыр. Балаларымызды әкелеміз қазір күшті. Басқа қазір балаларымыз каникулда басқа қалаларға, бұрын Қызылорда қаласына апарып демалдыратын едік балаларымызды осындай жерлерге ойнатуға. Қазір өзіміздің ауылымызда бар, керемет, күшті. Күнде келеміз, балаларды келеміз, демалдырамыз. Үлкен қалалардан кем емес, күшті ауылымыз, керемет өзгеріс. Әкімдік тарапына үлкен алғысымызды айтамыз. Алғысымыз шексіз. Көп рахмет. Бүгін Қазалыда демалыс орнына келіп, Жеңіс паркіндегі керемет демалыс болып жатыр. Бұрынғыдай емес, Қазалы көркейіп келе жатыр. Демалыс орындары балдарға бәріне жағдай жасалған. Бұрын Қызылорда, Шиелі, Бәйгеқұм жаққа барып қыдыратын едік. Қазір ауылдың ішінде рахат. Балдарымызға бәріне ыңғайлы демалыс болса, осында келіп тұрамыз. Рахмет көп. Жақсы жерлер бар, Қазалыда қыдыратын әдемі жерлер ашылып жатыр. Ризамыз жалпы, балдарға да бәріне ыңғайлы. Тамақ шай бар, осы жерде азында келіп, кешке шығуға болады дегенде ғой, демалысты жақсы өткіземіз. Қазалы деген күшті керемет дамып кеткен. Біз Аралдан келіп тұрмыз. Бізге Аралға Жалағаштан қонақтар келді. Соны осында әкеліп тұрмыз. Қазалы өте керемет дамып жатыр. Онда тек қана бір емес, бірнеше бассейндер салынған. Біз қай-қайсысына да барып көріп жатырмыз. Осы жер именно бізге қатты ұнады. Сол үшін біз балаларымызды ертіп, қазір қонақтарымызды осында жайлап жатырмыз. Өте әдемі, Қазалы күннен күнге көркеюде. Керемет бізге ұнады. Мен өзім негізі Қызылорда облысы Байқоңыр қаласынан келіп тұрмын. Қазалы өте керемет қала болып кетті. Нақты біраз парк салып, Қызылорда облысын көркейтіп жатқан Қазалы қаласы деп ойлаймын мен. Менің көзқарасыммен Қазалы өте жақсы жаққа өзгеріп жатыр. Мына демалыс орны жанұялық мысалға әдемі ашылған, балаларға да тиімді, үлкендерге де тиімді. Бассейндер бар мысалға, керемет. Бұрын Қызылордаға баратын еді, қазір шүкір басқа жақтарында ашылып жатқан шығар енді. Біздің Қазалымызға өте керемет бұл. Осы жақында руханият орталығы ашылды. Оның іші де керемет, ғимараттың ішінде ардагерлер бөлмесі бар. Кітапханамыз бар, үлкен, керемет салынған. Үлкен адамдар мысалға барып демалып, сұхбаттасып отыруға да болады ол жерге. Әдемі, шүкір, біздің жас кезіміздегідей емес, қазір деген балаларға өте бақытты ғой қазіргі балалар. Мысалға барлығы бар.